Ахмет Байтұрсынұлы алаш зиялыларының көсемі, тұңғыш қазақ тіл танушы ғалымы, ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түркі танушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелдин ауданы Сарытөбек ауылында дүниеге келген. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Ахметтің саяси жолы 30 жасында басталды. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған Қарқаралы петициясы авторларының бірі осы Ахмет Байтұрсынұлы. Осы қызыр хатқа 14.500 адам қол қойған. Онда жергілікті басқару, сот, халыққа білім беру істеріне қазақ елінің мүддесіне сәйкес өзгерістер енгізу, ар-ұждан бостандығы, дін ұстану еркіндігі, цензурасыз газет шығару, баспахана ашуға рұқсат беру, қазақ даласына орыс шаруаларын қоныс аударуды үзілді-кесілді тоқтату талап етілген болатын. Сол кезеңнен бастап Байтұрсынұлы жандармдық бақылауға алынды. 1908 жылы саяси көзқарасы үшін Қарқаралы абақтысына қамалып, 2 жылдан кейін Орынборға жер аударылды. Семей түрмесіне де жабылды, абақтыға 3 рет қамалды. Байтұрсынұлының өмірінің Орынбордағы кезеңі оның қоғамдық саяси қызметінің аса құнарлы шағы болды. Ол осы қалада өзінің ең жақын сенімді достары Әлихан Бөкейханов пен Міржақып Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ қалың қазақ зиялыларының қолдауына сүйеніп, тұңғыш жалпы ұлттық қазақ газетін шығарды. Біздің Лисаков орталық кітапханасында Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған Ахмет Байтұрсынұлы ұлы реформатор атты кітап көрмесі мен 2022 жылғы бір ел, бір кітап республикалық акция аясында Ахмет Байтұрсыновқа арналған жылдық көрме ресімделді. Онда ұлы реформатордың өмірі мен шығармашылығына негізделген кітаптар, мақалалар және баспасөз беттерінен алынған Ахмет Байтұрсынұлы жайлы мәліметтер жинақталған папка қойылды.